Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге нағыз өзбекше палаудың жасалу жолын көрсетпекшімін. Әр үй бекесінің өзінің жасау жолы болады палауды. Мен осы өз әдісіммен бөліспекшімін. Алдын ала менің каналыма кіріп тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, сіздерге қызықты рецепттер салып тұратын боламын. Бізге қызыл сары сәбіз керек болады. Осы сары сәбіз қосылған палау ерекше дәмді болады. Ноқатты бір күн алдын суға салып жібітіп қоямыз. Сол кезде жұмсап, палауға салғанға дайын болып тұрады. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, оған майды құямыз. Етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Сосын пиязды саламыз. Пиязды да әдемілеп қызарғанша қуырамыз. Осы палаудың әдемі шығуы пиязды қалай қуырғанымызға байланысты. Міне осылай қуырамыз. Сосын барып сәбізді саламыз. Оны да бір 5-10 минуттай қуыратын боламыз. Көп қуырып жібермеңіздер. Сәбіздері жұмсап кетсе, палауымыз әдемі шықпай қалады. Сосын үстіне ноқатты саламыз. Тұз саламыз. Сосын мейізді саламыз. Мынандай мейізді базарда приправа сататын жерде сатады қыздар. Осы палауға салатын мейіз. Үстіне суыны құйып, баяу отта қайнататын боламыз. Бір жарты сағат 40 минуттай қайнатамыз. Күрішмен де осындай ұзындау лазер күріші. Осы күрішпен жасасаңыздар, палауларыңыз өте әдемі шығады. Күрішті жуғаным түспей қалыпты. Күрішті 3 рет жуып, сосын суға 15-20 минутқа салып жібітіп аламыз. Күрішімізді салып, суына қараймыз. Егер суы аз болса, қайнаған судан үстіне аздап құйсаңыздар болады. Міне менде суы кішкене аз болды. Сондықтан үстіне аздап су құйып жібердім. Суларыңыз осылай күріштің үстіне аздап шығып тұру керек. Енді газдың астына көтеріп, қатты осылай қайнатып, суын тарттырып алатын боламыз. Суының бәрі тартылып кету керек күрішке. Міне суының бәрі тартылды. Оны енді күріштерді ортаға жинап, осылай жинап, әдемілеп қасықпен орталарына тесіп шығамыз. Үстіне зира себеміз. Өте дәмі күшті болады зира сепсеңіздер. Сосын жарты сағат демдеп қоямыз. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Күріштері мүлдем бір-біріне жабыспайды. Осылай шашылып тұратын болады. Түсі де өте әдемі болып шықты. Міне қараңыздар, ноқаттары жұмсақ болып шығады. Осылай әсемдеп, әдемілеп дастарханға тартсаңыздар болады. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.